Бұл шашбаумен қыздардың шашын әдемілеп сәндеп жинап қоюға болады. Кел, сен шашына тағып жинап берейін. Мынау сенің қыдырған кезде, әжеңмен бірге тойға барған кезде киетін тақияң, иә? Қазір мен саған Наурызға тақия тігіп беремін. Киімдерінің ең сәндісі және мәнерлісі әйелдердің бас киімі. Оның ішінде тақияның орны ерекше. Оны күнделікті тұрмыста киген әдемілікке. Ал қыздар 3 жастан 18 жасқа дейін үкілі тақиялар киетін болған. Ұнады ма саған? Анасы маған қатты ұнады. Уағалейкум ассалам, балам, ұлдарым келді. Ассалаумағалейкум, келді. Отырды. Әке, не істеп жатсыз? Бұл шекелік деген зат қыз балаларға, аналарға арналған бас киім сыртынан шеке тұсынан тағылатын әшекей бұйым. Соны жасап жатырмын. Әке, бұны қалай жасайды? Мен анамға 8-ші наурызға сыйлық жасағым келеді. Бұны бұлай жасайды. Металдан, бұл көне заманнан келе жатқан әшекей бұйым, қыз балаларға, аналарға арналған. Бұны металдан, одан кейін моншақтардан жасайды. Келіңдер көрсетейін, қалай жасалатынын. Ұлдарым, қазақ халқының мәдениеті мен дәстүрлері ғасырлар бойы сақталып келеді. Бұл мұра күнделікті тұрмыс тіршіліктің көрінісі ғана емес, халықтың дүниетанымын, рухани және материалдық байлығын бейнелейтін қазына.